Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Біздің тегін сабаққа қош келдіңіздер. Және де біз новичок трейдерлерге көмектесетін боламыз. Енді новичок трейдерлар ең бірінші не істеу керек? Олар неден бастарын өздері білмейді. Сол үшін де бізде бүгінгі тақырып не болады? Брокерский счет ашу, сделкаға ашуға арналған платформаны изучать етеміз. Анализ жасайтын платформа және жаңалықтарды қарайтын платформаларды қарап шығатын боламыз. Сіздерге бәрін полностью көрсетемін. Ең бірінші бізде не? Ең бірінші біздің платформа ол керек нәрсе брокер. Брокер ретінде біз Exness платформасын қолданамыз. Exness платформасы өте үлкен объемдарды ұстайды, және де өте көптеген программалары бар, және де оған қоса выводтар мен вводтарының барлығы өте жылдам. Яғни брокер дегеніміз в целом не? Брокер дегеніміз ол трейдер мен рынокты байланыстыратын приложение. Яғни сіз осы приложение арқылы ақшаңызды салып, ақшаңызды шығарып, осы приложение арқылы торговать ете аласыз. Және де пошагово айтатын болсақ, бұл приложениені сіз қостыру керексіз, регистрация өту керексіз, және де верификация өту керексіз. Верификация дегеніміз ол подтверждение личности. Яғни, мысалы, мен Ерназар Мирас екенімді документально подтверждать ету керекпін. Және де счетқа ақша саласыз. Яғни счетқа $100, $1000, 100 мың, хоть $1 миллион салсаңыз, бұл брокер спокойно оның бәрін ұстай береді. Яғни өте надежный. Ары қарай счетқа ақша салып болғаннан кейін счетты MetaTrader 5 платформасына жалғау керек. Яғни бұл өте маңызды нәрселердің бірі. Енді верификация өтуге бізге не керек екенін айта кетейін. Бізге ол үшін номер телефона керек, яғни сіздің телефон номеріңізді подтверждать етесіз, электронный почтаңызды подтверждать етесіз, және де оған қоса паспортпен немесе удостоверение екеуінің біреуін подтверждать етіп, ары қарай место жительствоңызды подтверждать етесіз. Бұның не үшін қажеті бар десеңіздер, бұл сіздің безопасностіңіз. Яғни сіздің қауіпсіздігіңізге осы брокер жауап береді, сіздің ақшаңыздың қауіпсіздігіне осы брокер жауап береді. Сіз бұл брокер арқылы $100, хоть $100 мың жасасаңыз да, спокойно ол ақшаңызды шығарып ала аласыз. Және де келесі видеода енді осы брокерді қалай MT5-қа жалғауға болатынын айта кетемін. Так, достар, енді Exness платформасынан MetaTrader 5-ке қалай біз өзіміздің аккаунтымызды жалғаймыз. Яғни, мысалы, бізде settings деген бар, міне funds settings. Мен жаңа ғана аккаунт ашқан болатынмын. Сіздер үшін Real MT5 стандарт. Мұнда бізде плечо 1/200, спред 0.20 и мұнда қараймыз. Ең төменгі жағында трейдинг платформ MetaTrader 5 деп тұрады. И логин, сервер, яғни серверді бірінші копировать етеміз. Оны біз мұнда жазамыз, ставить етеміз. Міне бізде мысалы шығып тұр серверлар. Осы серверлардың біреуін таңдаймыз. Яғни бізде мұнда Exness MT5 Real 3 деп тұрса, яғни Exness MT5 Real 3-ді таңдаймыз. Басқа серверге кіре алмаймыз. Және мұнда логинді копировать етіп ставить етеміз. И өзіміздің жазған пароліміз, яғни изначально бізде қандай пароль болды, сіз счет ашып жатқан кезде сол счеттағы пароль жазамыз. Оның бәрін дұрыстап жаттап алғандарыңыз жөн. Және міне бәрін жазып болдық. Входқа басамыз. В принципе, міне біздің счетымыз ашылды. Вот. Так, енді MetaTrader 5 приложениесі туралы айта кетейін. Бұл приложение компьютерден де немесе телефонда қолдануға болады, бірақ телефоннан намного удобнее. App Store'дан, Play Market'тен спокойно қостырып алсаңыздар болады. MetaTrader 5 ол сделкаларды ашып жабуға арналған және счеттарыңызды оп-оңай басқаруға арналған приложение. Яғни кез келген прop компанияны, кез келген брокерді бұл платформа поддерживать етеді. Яғни бүткіл әлемдегі барлық трейдерлар осы платформаны қолданады. Бұл платформаға сіздер ешқандай ақша салып, шығарып, верификация, регистрация шенке өтпейсіздер. Сізде, мысалы, Exness-тен счет аштыңыз, бағанағы көрсеткендей, сол счетты MetaTrader-ға жалғап, сол арқылы удобно торговать етсеңіздер болады. Өйткені MT5-мен торговать ету өте удобно. Бұл приложениені бірінші қостырасыз, содан кейін счетты MT5-ға жалғайсыз, мысалы, брокерский немесе проп счетты, ары қарай уже торговляны бастай берсеңіздер болады. Все просто, друзья. Так, достар, енді MT5 платформасын қалай қолдану керек екенін қысқа нұсқа айтып кетейін. Вот ашасыздар, мысалы, мен жаңа ғана MT5-ті установить еттім. Онда бір кішігірім демо счетты да ашып қойдық, сделка ашып та үлгердік кішігірім. И в принципе, мне мысалы мұнда любой нәрсе жаза беріп демо счет ашып алуға болады, немесе мысалы Exness-ке кіріп өзіңіздің счетыңызды жалғауыңызға болады. Яғни Exness бар, кез келген мысалы прop компанияларды ала берсеңіз болады, брокерлерді ала берсеңіздер болады. Мұнда бізде котировки, яғни бізге золотан торговать ететін болса, хауизді деп жазамыз. Мұнда хауизді шығу керек. И хауизді бізде мына жерде тұр. Немесе мысалы GPY
USD JPY. Вот, плюсикті басамыз, и плюсикті басқан кезде бізде төменгі жақта тұрады. Так, что-то MT5 бізде сәл-пәл қуып жатқан сияқты. Яғни плюсикті басқаннан кейін төменгі жақта тұрады. Мысалы, евро-долларды басамыз. Бұл жерде торговля, чарт тұр. Екеуі ғана бізді қызықтырады. Чартқа кіретін болсақ, бізде ол біздің график обычный. M5, M15, яғни кез келген таймфреймдарға кіре бере аламыз. M1-ға кірейік мысалы. И міне жоғары жақта оң жақ шетінде объемдарды таңдауға болады. Яғни 0, бір объем. Яғни олар сізді объемды жайлы келесі видеоларда айтып кететін боламыз. 0.1 мен мысалы ашсақ, міне спредпен ашылып тұр, көрдіңіздер ғой міне. Қаншама сделка аштық, бәрі спредпен ашылды. Яғни рынок бізде мына жерде тұрғанымен баға мына жақтан ашылып тұр. Өйткені 5 шыны спред. Не үшін? Өйткені сағат түнгі 3:33 понедельник күні ашып отырмыз. Рынок енді ашылды, көрдіңіздер ғой. Спред бізде былай болды. Так, жақсы. Енді бұл сделкаларды не істейміз? Бұл сделкаларға графиктан стоп-лосспен тейк профит қоя аламыз. Яғни мысалы осыған басқан кезде стоп-лосс міне. Стоп-лосс мысалы мына жаққа қоямыз, минус $7 міне көрініп тұр. Тейк профитқа басамыз, ТП-ға басқан кезде мысалы мына жерге мысалы $10 плюс тұр. ТП-ға басып осылай изменить ете аламыз. В принципе, менің ойымша барлығы түсінікті. Немесе мына жерден тоже осы жерден котировкаларды жазып қойыңызға болады. Стоп-лосс пен тейк профитті. И сделкаларды жабатын уақытта осылай с убытком жабуға болады. Немесе прибыльмен енді әрқалай. Или закрыть групповые, то есть групповые операции, закрыть все позициямен барлығын толықтай бәрін бірге жауып тастауға болады. И сіздің ашылған, жабылған графиктарыңыз барлығы осы жерде шығып тұрады. Немесе историядан қарасаңыздар болады. Историяда барлығы толықтай айтылған. Начальный депозит мысалы $100 болса, и бізде қазір прибыль минус $203. В принципе, менің ойымша қиын ештеңке жоқ. Самый главный демо счетпен тренировка жасап алғаннан кейін экснестен немесе өзіңіздің проб компанияңызды жалғап реальный счетпен торговать ете берсеңіздер болады. Өте ыңғайлы платформа. Так, достар, кез келген трейдердің ең главный оружиесі ол бізде TradingView сайты. Яғни TradingView сайтында бізге не керек? TradingView сайты немесе ол приложениесі App Store'дан қостырсаңыздар болады. Мұнда кішкене дұрыс жазбай қалыппын, оған кешірім сұраймын. TradingView сайты анализ жасауға арналған приложение. Яғни сіздер бұл сайт арқылы тек қана анализ жасайсыздар. Яғни сделка ашу, ақша салу, шығару, ол брокер, там MT5-тің приложениесін арқылы жасайсыздар. А вот TradingView арқылы тек қана анализ жасайсыздар. Яғни здесь тоже все просто. Приложениені қостырасыздар, регистрация өтесіздер, немесе ноутбукпен жасауға болады. Яғни ноутбукпен намного удобнее. Ары қарай спокойно керек параны таңдайсыздар. Мысалы евро-доллар, евро-доллар таңдап поисқа жазып, ары қарай анализдарыңызды жасай бересіздер. Енді біз TradingView сайтына өтейік. TradingView сайты тек қана анализ жасауға арналған, бағана айтып кеткендей, и мұнда поиск инструментовқа кіріп, мысалы бізде кез келген инструменттер бар. Абсолютно любой акция, криптовалюта, фондовый рынок, не знаю, форекс, индексы, облигации бәрі бар. Мысалы бізге дәл қазір евро-доллар керек теге. Евро-доллар керек, сол үшін де поиск инструментовқа кіреміз, просто евро-юзді жазамыз. И мұнда неше түрлі бізде поставщики котировок бар. Яғни Wanda, FXM, Forex.com, и біз мысалы Wanda-ны негіз көбінесе таңдаған совет беремін. Wanda или же FXM. Дәл қазір бізге енді басқаны таңдап көрейік. Мысалы открыть график, и бізде бүткіл анализдарымыз барлығы мұнда уже шығып тұр. В принципе, бұл жерде қиын түк те жоқ. Яғни шеткі жақтарында сіздердің инструменттер бар, ал сіздердің алдарыңызда ашылатын график. И бұл график арқылы анализдердің бәрін жасаймыз. Яғни бізде үстіңгі жақта мысалы таймфреймдар, дневной таймфрейм, 4-часовой таймфрейм. Мысалы 4-часовой таймфреймда бір свеча, мұны свеча 4 сағат бойы жылжиды. Часовой таймфреймда мысалы бір свеча 1 сағат бойы жылжиды. Яғни мысалы мына свеча бағасы мына жерде тұр, оң жақ шетінде, и 32 минуттан кейін ол свеча жабылып, новый свеча пайда болады. И мысалы достар, енді опынай сұрақ, 1 сағаттың ішінде қанша минут бар? 60 минут бар, дұрыс. И 60 минутта мысалы осы свечаны біз 1 минутқа өтсек 60 свеча болып көріп тұрамыз. Енді қазір рынок енді ашылғандықтан бізде сәл-пәл рынокта нестабильность, яғни волатильность өте аз, сол үшін де график осылай көрініп тұр. В принципе, енді тағы да инструменттер жайлы айта кетейік. Сол жақ шетте бізде инструменттер бар, міне барлығы бар, және де бұлардың бәрін избранныйға қойып шығуымызға болады. Вот. И мына жерге избранныйға бізде шығып тұрады. Избранныйда бізде мысалы прямоугольник, траектория, текст,
длинная позиция, короткая позиция, дуга, фиксированный профиль объема, кисть, маркер, линия тренда, луч и коррекция Fibonacci. Осы инструменттерді ғана біз қазір қолданамыз, және де мысалы оларды алып спокойно анализ жасай берсеңіздер болады. Мысалы міне ликвидностарды отмечать етеміз осылай, прямоугольниктар арқылы мысалы осылай сыз жіберуге болады. И бұлардың барлығын настраивать етсеңіздер болады. Міне мынаның ішінде стиль, текст, координаты, видимость барлығын жасай беруге болады. Яғни бұл платформа только анализге арналған, яғни анализді жасауға таптырмайтын платформа, және де бүткіл әлемнің трейдерлары именно осы платформаны қолданады. Сол үшін де дерзайте. Енді бізге жаңалықтардың барлығын қарап отыратын сайт ол investing.com сайты. Телефонмен қолданған ыңғайлырақ болады деп есептеймін. Сіздерде сразу котировки, новости, неше түрлі заттар шығып тұрады, және де оның ешқайсына кірмейміз. Біз еще астында календарий және де экономический календарь тұр. Міне экономический календарь таңдап фильтрациядан өткіземіз. Яғни фильтрациядан өткізгенде біз тек қана высокаяны таңдаймыз, мынау средний, низкийді таңдамаймыз. Яғни высокая ғана тұрады. Яғни ең мықты жаңалықтар ғана, ең значимый жаңалықтар ғана тұрады. Және де мұнда по умолчанию деп тұратын, бірақ та біз оны свой списокқа басып, вот США, Китай, Еврозона, Великобритания, осы 4 мемлекеттің 4 жердің жаңалықтарын ғана қарап отыратын боламыз. Енді экономический календарьға кірген кезде бізде бүгін мысалы жаңалық болмайды, кешеде болған жоқ, ертеңде болмайды, және осы аптада мысалы на неделюге қарасаңыздар, ИПЦ бар, базовый индекс потребительских цен, запасы сырой нефти, и бұның барлығы бізде жаңалықтармен жұмыс жасауға көмектеседі. Яғни осының ішіне кіріп, толықтай изучать ете берсеңіздер болады. Біздің обучениеде қалай жаңалықтармен жұмыс жасау керек екенін толықтай айтып береміз. Сабақты аяғына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Енді келесі сабаққа спокойно өте берсеңіздер болады, және де бұл сабақта көптеген пайдалы ақпараттар болды деген үміттемін.